Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз Цзиньцзянь ұйғырларының ұлттық тағамы тапанжи тағамын жасайтын боламыз. Тапанжи дегеніміз табадағы картоп пен тауық еті деген мағынаны білдіреді екен. Тамағымызды жасамас бұрын алдымен қамырымызды илеп қоямыз. Қамырымызды илеп, жақсылап, тыңғанша қойып қоятын боламыз. Алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Бізге осы қамырға бір дана жұмыртқа қажет болады. Бір дана жұмыртқамызды жаңа ұнның үстіне құйып, жақсылап ұнмен бірге ортасына қарай араластырамыз. Содан кейін тұздалған суымызды құйып, шетінен құйып отырып, қамырымызды жаймен илейтін боламыз. Қамырды бірінші етаптан илеп болғаннан кейін жақсылап өстіп араларын ашамыз. Өйткені араларын ашпасаңыздар кейбір жерлерінде тегіс болмай қалуы мүмкін. Сол үшін мен міндетті түрде арасын дәл солай ашып отырып илейтін боламын. Иленген қамырымызды тындыруға жіберетін боламыз. Тауық еттерімізді маринаттауға кірісеміз. Тауықтың любой еті бола береді. Сол үшін любой етін қолдансаңыздар болады. Мен бұл жерде голен мен крылышкаларды қолдандым. Маринатқа бір кереметтей дәмдеуіштер қоспаймын. Тек 1,5 қасық кукурузный крахмал мен 1 қасық соя тұздығын қосып, жақсылап бір-біріне үйкеп отырып араластыратын боламын. Маринатталған тауық еттерін 15-20 минутқа холодильникке қойып қоятын боламыз. Мына жерде мен уже көкөністерге кірісіп жатырмын. Жаңағы тапанжи тамағының өзінің аудармасының өзі табадағы тауық пен картоп деген атына байланысты. Бұл жерде бір кереметтей бір салмалар қажет емес. Тек картошка, тауық еттер болса болғаны. Картошкілер дәл осындай орташа картошкілерімізді жақсылап отырып аршып тазалап алатын боламыз. Нағыз тапанжи өте ащы тамақ болып саналады. Бұл тамақ Қытай елі мен ұйғырлар, яғни азиаттық елдерінің, мұсылман елдерінің бірігіп істелінген туындысы болып саналады. Өйткені ол тамақты Қытай халқы да және де мұсылман халықтарды өте сүйіп жақсы көреді. Яғни Қытайда тұратын мұсылмандар, қазақтар, дүнгандар, ұйғырлар деген сияқты. Сол себептен бұл тамақ Қытай мемлекетінде ортақ тағамдар болып есептелінеді. Тазаланған картошка пияздарымды жуып, тазалап алдым. Енді дәл осындай қылып бөліктерге бөліп турайтын боламыз. Өте ұсақтап турамаңыздар. Картошка піскенінен езіліп кетуі мүмкін. Менің қазаным кішірек болғандықтан ортасынан осылай бөліп жатырмын. Целый бөлмей жасауға да болады картошкалар негізі. О үлкен далада қазан болса, ондай жерде вообще күшті кетеді бұндай тамақтар. Жаңағы пиязымызды да дәл сондай үлкен қылып бөлеміз, және де араларын осылай етіп ашып шығамыз. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майды құямыз. Сұйық майды мінекей өте көп емес, өте аз емес қылып, дәл осындай мөлшерде құйып аламын. Қазандарыңыздың көлеміне қарай құясыздар өздеріңіз. Содан кейін айта кететін жайт, 1 қасық міндетті түрде қант қосасыздар. Қазір ол қанттың қандай пайдасы, қандай тамаққа әсері бар екен мен айта кететін болам. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұл да лайфхак болсын сіздерге. Жаңа қызып тұрған табамызға майды құйып, қантты құйып, қанттың түрі қоңыр болғанша, яғни карамельный түске енгенше осылай араластырып отырамыз.
дәл осындай карамельный түске енгенше араластырамыз. Содан кейін тауық еттерімізді дәл осындай әдіспен бір-бірден орналастырып шығамыз. Маринадталған ыдыстан төңкере салмаймыз. Қолымызбен дәл осылай етіп жаңағы орналастырамыз. Сосын астын астына аударып осылай қуыратын боламыз. Қантты айта кетейін, бағана қант қостым ғой. Сол мінекей етіміз күйген емес, карамельный түс беріп отыр етке. Мына ет күйген емес, бұл қанттың бағана майға қуырылған қанттың түсі. Етке осындай түс береді. Дәміне қарай тұз қосамыз, пияз қосамыз. Содан кейін жақсылап отырып араластырып алатын боламыз. Дәл осы жерде картоптарымыз саламыз. Оларды да жақсылап араластырамыз. Бағанағы майға күйген қантымыз картоптарға да карамельді түс беретін болады. Прям мынаны көріп, менің өзімнің тәбетім ашылып тұр. Тамағым әлі піскен жоқ, картошкамда етімде шикі, но бірақ менің тәбетім ашылып тұр. Қақпағын жауып, кішкене бұқтырамыз. Одан кейін томат пастасын қосамыз. Томат пастасын қосып, жақсылап араластырып, үстіне азғантай етіп қана су құямыз. Көп мөлшерде су құймаймыз. Қақпағын жауып, баяу отта бұқтырамыз. Ал енді мен бетіне қосатын, яғни перецтерімді дайындаймын. Перец көпке қажет емес. Мен бұл жерде 3-ақ перец алдым, 2 жасыл, 1 қызыл. Бұларды да тоже үлкен дана қылып турап аламыз да қазанымызға жібереміз. Мінекей қазаным қайнады, етім де пісті, картопым да пісті, езілген де жоқ, бұрыштарымды өстіп саламын да қазанның астын өшіремін, болды, өзінің буымен бұрыштарымыз пісетін болады. Ал енді қыздар, мен гарниріне кірістім. Енді гарнирін әркім әрқалай жасайды. Мысалға, біреулер күрішпен жасауы мүмкін. Ал мен осындай қамырмен жасайын деп шештім. Бір Америка ашып, бір сенсация жасамай қойын. Қамыр, как обычно қамыр. Лаңманның тестасына илеген теста сияқты илестер болды. Все, артық ештеңе керек емес, тоз жұмыртқа ғана. Өте жұқа қып емес, өте қалың қып емес, жаясыздар. Ортасын дәл осылай бөліп кесесіздер. Жаңа көжеге кескен сияқты кесесіздер ғой. Көжеге ұсақ қып кессеңіздер, бұны сәл жуанырақ қып кесесіздер. Кастрөлімізге суды құямыз, тұзды саламыз, және сұйық майды құйып, қайнауға жібереміз. Кастрөліміз қайнағанша мен қамырды осылай етіп бірдемде кесіп алдым. Дәл осындай қасыққа, вилкаға ілінетіндей ыңғайлы етіп істеу қажет. Қамырларымыздың арасын дәл осындайға етіп сапырып ашып алатын боламыз, бір-біріне жабыс қалмасын деп. Содан кейін кепсерге салып, мен дәл осындай әдіспен ұнын қағып алатын болам. Осы кезде суым да жақсылап ашылып қайнапты. Кепсерге салынып, оны қағылған қамырымды салып, және де вилкамен араластырып, чтоб арасы жабысып қалмау үшін. Содан кейін қақпағын жауып қоямын. Қақпағын жабамын. Дәл өстіп бір көтерілгеннен кейін аламыз. Бұрқылдатып, оны езіп, қайнатудың қажет жоқ. Бір қайнайды, болды, қамыр деген қолдан иленген ғой, тезірек пісе қалады. Езілмейді да, вообще супер болып шығады ғой. Піскен қамырымызға сұйық майды құйып, арасын осылай етіп ашып аламыз, қыздар, әйтпесе жабысып қалады. Менің дапанжемді дайын болды ғой. Қыздар, мына етінің өзі, картошкасының өзі карамельный цвет болып тұр ғой. Бұл тамақтың ерекшелігі осы да ғой. Құры картошкамен жаңағы тауық етін қуырсаңыздар, бұнда карамельный цвет болмайды. Дапанжының ең изюминкасы осы ғой, қыздар. Дәл осы рецептпен сіздер үйлеріңізде жасап берсеңіздер, жігіттеріңіз кафеден дапанжы жейік деп айтпайтын болады сіздерге. Риза болып, күнде жасашы деп айтатын болады. Дәл осы рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Мадина. Келесі рецептке дейін сау болыңыздар.